9-шы тарау шешім. Прокрастинация шеберханасы. Байлыққа бастар 7-ші қадам. Аталған бөлімді оқып, көзқарасыңыз бен ойыңыз қалайша шешімге айналатынын білетін боласыз. Үлкен табыс пен көл-көсір байлыққа жету үшін шешіміңізді қандай жағдайда және қалайша өзгерту керегін ұғынатын боласыз. Сарапшылар сәтсіздікке ұшыраған 25 мың адамды саралай келе, олардың сәтсіздікке ұшырауының басты себебі шешім қабылдай алмайтындығынан екенін анықтады. Бір шешімге келуді күннен күнге ысырып, бастаған істі ертеңге қалдыру баршамызға тән қасиет. Оны ауыздықтайтын уақыт келді. Осы кітапты оқып болған соң, өзіңіздің қаншалықты деңгейде жылдам және нақты шешім шығара алатыныңызды анықтап, көрсетілген қағидаларды іс жүзінде қолдануға біршама дайын боласыз. Қисапсыз байлық жиған жүздеген бай адамның өмір жолын зерделей отырып, олардың барлығы да қандай да бір шешімдерін асықпай, ой елегінен өткізу арқылы өзгертетіндігін байқадық. Сәтсіздікке ұшырағандардың да дәл осындай өзіндік ұқсас белгілері бар. Олар баяу шешім қабылдайды және оларды тез әрі жиі өзгертеді. Генри Форд мырзаның ең басты әдеті жылдам шешім қабылдап, оны өзгертуге асықпауы. Аталмыш әдетіне қарап жұрт Форд мырзаға қырсық деген лақап ат қойған. Дәл осы әдет Форд мырзаны Т үлгісіндегі әлемдегі ең ұсқынсыз көлікті жасауға итермелеген еді. Ал осы көлікті жасауға бет алғанда, оның кеңесшілері де, тіпті көптеген сатып алушылар да бұл ойыннан қайтуды ұсынған болатын. Бәлкім, Форд мырза өзгерістер енгізуді тым ұзақ уақыт бойы кейінге қалдырып отырған шығар. Алайда оған миллиондаған қаржыны әкелгенде осы табандылығы емес пе? Бірін тастап, екіншісін бастау дағдысы мен жайбасарлыққа қарағанда, мақсатқа жету үшін қиындыққа қарсы тұра білуге үйрететін табандылық әлдеқайда артық емес пе? Қосымша ақпарат. Генри Фордтың бірізді немесе айқын түрде шешім шығару дағдысы модель Т-ның түсіне қатысты да көрініс тапты. 19 жыл бойы 1908 жылдан 1927 жылға дейінгі өндіріс барысында 15 миллион дана тек қара түспен шықты. Қысқасы, осы таныстыруынан кейін Наполеон Хилл оның табысқа жету қағидасы жайлы сұхбаттасу үшін Фордпен кездесті. Майкл Ридтің «Байлықтағы өмір» Наполеон Хиллдің өмірбаяны кітабында келтірілгендей, Хиллдің айтуынша Генри Форд суық, немқұрайлы, енжар машинасы жайлы болмаса, басқа уақытта біреу сұраған кезде ғана тіл қататын жан болған. Карнегиден басқа санаулы ғана адам Фордтың табысқа кенелетінін байқай білді. Оны кейін Хилл Фордтың өзін-өзі бақылауда ұстауы мен шаруаға ден қоюдағы ыждахатымен байланыстырды. 1911 жылы Хилл бірінші рет кездескен кезде Форд тек модель Т жайында әңгімелесуді жөн көрді. Форд оны зауытты аралауға алып шыққан соң, Хилл ойланбастан көліктің біреуін $680 сатып алды. Өзгелердің пікіріне құлақ аспа. Әдетте қыруар қаржы жинай алмаған адамдар өзгелердің айтағына тез көнеді. Олар өз ойынан гөрі жел сөзге толы газеттер мен өсекші көршілерінің сөзіне құлақ асады. Пікір дүниедегі ең арзан тауар. Кез келген еріккен жан сізге әртүрлі мәселеге қатысты өз ойын тықпалай алады. Алайда шешім қабылдайтын мезет жеткенде, өзге біреудің айтқан ойын негізге алар болсаңыз, ешбір істе, әсіресе ойыңызды ақшаға айналдыру ісінде нәтижеге қол жеткізе алмасыңыз анық. Егер өзгелердің ой пікіріне жүгінетін болсаңыз, онда өзіндік ойыңыздың болғанын қаламайтын шығарсыз. Осы кітапта сөз болған қағидаларды іске асыру кезінде және қандай да болмасын бір шешім қабылдап, оны орындағанда ішкі ойыңызды тыңдай біліңіз. Ұжымдық сана мүшелерінен басқасының айтқанына құлақ аспаңыз. Тіпті ұжымдық сана тобына адам жинағанда да олардың сізді жан-тәнімен қолдап, мақсатыңызды іске асыруға көмектесе алатынына шүбәсіз сенуіңіз керек. Жақын достарыңыз бен
туыстарыңыз әртүрлі пікір айтып, немесе қалжың арқылы сізді аяғыңыздан шалуы мүмкін. Мыңдаған адам осындай достарының еш арам пиғылсыз айтқан ой пікірлері мен қалжың сөздерінің арбауынан шыға алмай өзегін өкініш өртеп жүр. Басқасын былай қойғанда, сіздің ойлау жүйеңіз, ақыл парасатыңыз бар. Соларды қолданып, мақсатыңызға қол жеткізуге тырысыңыз. Ал осы мақсатқа жету үшін сізге қандайда бір дәлелдер, не қандайда болмасын ақпарат қажет болса, өз мақсатыңыз жөнінде тірі жанға тіс жармастан, қажетті нәрсе жөнінде сұрап, біліп алғаныңыз жөн. Адамдардың бір нәрсе жөнінде білетін титтейде ақпаратын егжей-тегжейлі білетіндей болып білгішсінуі табиғи нәрсе. Мұндай адамдар өзгелерге қарағанда бос сөзге бір табан жақын тұрады. Егер жылдам шешім қабылдауды үйренгіңіз келсе, ләм-мим деместен бар ынта жігеріңізді ойыңызға тікелей бағыттаңыз. Сөзі көптің ісі аз. Егер тыңдағаныңыздан сөйлегеніңіз көп болса, қажетті нәрсе жөнінде де аз мағлұмат алумен қатар, сіздің сәтсіздігіңізді рахаттана бақылауға дайын адамдарға өз жоспарыңызды оңай жайып саласыз. Адамның іші тар екені ешбір жанға құпия емес қой. Расында да, әріптес болғыңыз келетін ақылды жанмен әңгімеңіз жарасқан кезде, көп сөйлеу арқылы ол адамға біліміңіздің деңгейін көрсете аласыз. Ал деңгейіңіз шындығында жоғары, немесе төмен болуы мүмкін. Сол себепті ескі ережені ұстанғаныңыз абзал. Үнсіздік және байсалдылық. Әріптесіңіздің барлығы да сіз сияқты байлыққа қол жеткізуді мақсат тұтатынын естен шығармаңыз. Сондықтан жоспарыңызды кезіккен жанға жайып салсаңыз, оны өзге біреудің сізден бұрын жүзеге асырғанының куәсі болсаңыз, таң қалмаңыз. Сіздің ең басты шешіміңіз ешкімге тіс жармай, құлағыңыз әрдайым түрулі болсын. Бұл жөнінде үнемі есіңізге салып тұру үшін мынадай қанатты сөздерді үлкен әріптермен жазып, көзге көрінетін жерге іліп қойыңыз. Қолыңнан іс келетін сөзбен емес, іспен дәлелде. Немесе келесісін жазыңыз. Тіліңмен жүгіргенше ісіңмен жүгір. Тарихты шешім жасайды. Шешімнің құндылығы жүзеге асыруға батылыңыз жете ме, соған байланысты. Өркениеттің негізін қалаған ұлы тұлғалар маңызды шешім қабылдағанда басын өлімге тіккен жағдайларда болған. Линкольн мырза Американың түкпір-түкпірін мекен еткен ақ, сары, қара нәсілділердің барлығын хақы тең деген шешімді әлемге паш еткен құлдықтан босату жарлығын қабылдағанда, жақтастарының талайы теріс айналып кетерін білген. Сократтың өз ойын теріске шығарудан гөрі у тола кесені өңгеріп жіберуге бел буғаны да қайсарлықтың белгісі. Бұдан кейін бірнеше ғасырдың жүзі өтсе де, Сократтың осы батыл әрекетінің арқасында бүгінгі күнге дейін ой бостандығы мен сөз бостандығының құдіретін сезініп жүрміз. Генерал Роберт Ли одақтан шығып, оңтүстіктер жағына өтуге бел байлағанда, бұл әрекетінің арты өз өмірін ғана емес, қаншама жазықсыз жанның өмірін жалмауы мүмкін екенін өзгелерден жақсы білген еді. Бостондағы оқиға. Америка халқы үшін ең маңызды шешім 1776 жылдың 4 шілдесінде Филадельфияда қабылданған болатын. Дәл осы күні 56 азамат сәтсіз болса, өтемі дар ағашы. Ал сәті түссе, Америка еліне мәңгілік азаттық сыйлайтын құжатқа қол қойған еді. Әрине, атышулы құжат туралы естігендеріңіз анық, алайда бұл жайттан сабақ ала алғандарыңызға күмәнім бар. Бұл елеулі оқиға жөнінде хабардар болғанымызбен, мұндай әрекетке бару үшін қандай батылдықтың қажет екенін жете түсіне бермейміз. Біз тарихтың тек бізге оқытқан нұсқасын ғана білеміз. Бізге осы айтулы күн мен бостандығы үшін күрескендердің есімдері ғана белгілі. Сондай-ақ Фордж алқабы мен Йорктаун жайында Джордж Вашингтон мен Лорд Корнуоллис есімдерін білеміз. Алайда осы есімдер мен айтулы күннің артында қандай құдіреттің жатқанын біле бермейміз. Біз Вашингтонның әскері
Йорктаунға жетпей тұрып азаттыққа жеткізген, көзге көрінбейтін тылсым күш хақында мүлдем бейхабармыз. Тарихты жазушылардың ешбірі де тағдыр жазмышы бойынша алған бетінен қайтпай, әлемдегі барша халық үшін тәуелсіздік стандартын орнатып, ұлтқа өмір мен бостандық сыйлаған жеңімпаз рух жөнінде жағашпайды. Бұл нағыз трагедия. Оның трагедия болатын себебі тағдырдың тар жолы мен тайғақ кешуінен өтіп, өмірден қажетін алуға талпынған әр жан осы сиқырлы күш туралы білуге тиіс болса да, біле алмады. Олай болса, аталмыш күштің туындауына себепкер болған оқиға желісіне қайта оралайық. Бұл жайт 1770 жылы 5 наурызда Бостон қаласында болған еді. Қаһарына мініп, қарапайым халықтың төбе шашын тік тұрғызатын британдық әскерлер көшелерді торуылдап күш көрсетпекші болады. Алайда отар халықтың бойын ашу кернеп, тұманды күні көшеде сап тізіп келе жатқан әскерлерге тас лақтырып, балағаттап қарсылық танытады. Ақыр аяғында іс насырға шауып, офицер алға деп бұйрық береді. Осылайша мыңдаған адамды жаралап, жүздеген жанның өмірін жалмаған қиян-кескі шайқас болады. Бұл оқиға қоғам арасында үлкен дау тудырып, болған жағдайды талқылау үшін елге еңбегі сіңген колонистерден құралған жедел провинциялық ассамблея шақырылады. Сол жиында Джон Хэнкок пен Самуэл Адамс батыл ой айтып, Бостоннан британ әскерін толығымен шығару үшін шұғыл шаралар қабылдау қажет еткенін айтады. Осы екі батыл тұлғаның санасында жетілген бұл ойды расында да Америка халқының азаттығының бастауы деп айтуға болады. Бұл тым батыл шешім еді. Мұндай әрекетке бел буу қайсарлық пен үлкен сенімді қажет етеді. Ассамблея кездесуі аяқталар кезде Самуэл Адамсқа губернатор Хатчинсонмен кездесіп, британ әскерін елден шығаруын талап ету жүктелді. Бұл өтініш жауапсыз қалмады. Әскерлер Бостоннан шығарылды. Алайда оқиға бұнымен ғана аяқталмай, дүниежүзі өркениетінің даму бағытын өзге арнаға бұрған үрдісті бастап берді. Бір бас жақсы, ал екі бас одан да жақсы. Жоғарыда баяндалған оқиғадағы Самуэл Адамспен әлсін-әлсін хат алысып тұруының арқасында Ричард Генри Ли де шешуші тұлғалардың біріне айналды. Ол екеуі өз провинцияларын мекен ететін халықтың тұрмыс тіршілігін жақсартуға қатысты үміттері мен үрейлері жөнінде үнемі пікір алмасып отыратын. Осы хат алмасудың нәтижесінде Адамс мырза барлық 13 колония өкілдері осылайша өзара хат жазысу арқылы шұғыл шешімді қажет ететін мәселелерді шешуге қажетті күш-жігердің үйлесуіне себепші болар еді деген қорытындыға келді. Бостонда 1772 жылдың наурыз айы әскерилермен болған қақтығыстан кейін 2 жыл өткен соң Адамс ассамблеяға әр колонияның бір-бір өкілінен құралған британдық Америка колониясының игілігі үшін қызмет ететін корреспонденция комитетін құру жөнінде ұсыныс білдіреді. Бұл сізбен бізге бостандық сыйлаған қозғалысты ұйымдастырудың алғашқы қадамы еді. Бұл топта Адамс, Ли және Хэнкок болды. Топ құрылған уақыт колония тұрғындарының британдық әскерлермен болған шиеленісінен қыза түскен мезетіне дөп келді. Жағдай дәл жоғарыда сипатталған Бостон бүлігіне ұқсайтын еді. Дегенмен, бұл топтан келетін пайда ауыз толтырып айтарлықтай емес еді. Адамс, Ли және Хэнкок үшеуі бас қосқанға дейін Англия мен басқа колониялар арасындағы қарым-қатынасты реттейтін, бір ізді шешімге келетін, жүрек жылуы, ой мен рух жігерін біріктіретін ешбір топ болмаған. Дәл осы уақытта британдықтар да қол қусырып қарап отырмады. Олар да бұл жағдайдың шешімін іздеп жоспарлар құра бастады. Сондай-ақ британдықтардың артында қыруар қаражат пен үлкен армия болды. Бұл олардың басты артықшылығы еді. Аяқ астынан табылған шешім тарихты басқа арнаға бұрды.
Хатчинсон мырзаның орнына Массачусетс штатының губернаторы ретінде оппозициялық топтың әрекетін басып жаншу арқылы тоқтатуға бел буған Гейдж мырза тағайындалды. Осы мақсатты көздеген Гейдж мырза Самуэл Адамсқа өз хабаршысын жіберді. Болған жайт жөнінде толыққанды түсіну үшін Адамс пен Гейдждің жіберген шабарманы полковник Фентонның арасында болған әңгіменің біраз бөлігіне назар аударайық. Полковник Фентон: Адамс мырза, Гейдж губернатордың атынан сізді оппозициядан шығып, үкіметтің жоғын жоқтауға, Адамсқа пара беру арқылы өз жағына тарту ниетімен шақырамын. Губернатор сіздің келешекте де мәртебеліміздің наразылығын тудыратындай әрекеттерге бармауыңызға кеңес береді. 8-ші Генри патшаның заңдарына сәйкес сізді әрекетіңіз үшін жазалауға болады. Ол заң бойынша еліне сатқындық, опасыздық жасаған, сонымен қатар провинция губернаторына тіл тигізгендер Британияға ит жеккенге айдалады. Өзіңіздің саяси ұстанымыңызды өзгерту арқылы тек жеке қажеттілігіңізді ғана қанағаттандырып қоймай, билік басындағыларға да бір табан жақындай түсесіз. Самуэл Адамстың алдында бірінен бірі өткен екі түрлі таңдау тұрды. Не оппозициядан кету, яки өлім қаупін сезіне тұра, өз әрекетін ары қарай жалғастыру. Сөйтіп, Адамс мырзаның маңызды шешімдердің бірін қабылдайтын уақыт, анығырақ айтқанда мезет келді. Адамс полковник Фентонның оның айтқанын сөзбе-сөз губернаторға жеткізуін сұрап, одан уәде алды. Адамс мырза, Гейдж мырзаға айта барыңыз, мен ерте кезден бері патшалардың патшасымен сыйластықта өмір сүріп келемін, және әлдебіреудің жеке пікірі мен елім үшін игілікті іс саналатын әрекеттен бас тартуыма сылтау бола алмайды. Бұған қоса, Гейдж мырзаның әбден қалжыраған халықтың сезімін аяққа таптап басуға еш құқы жоқ екенін де айта барыңыз, деп жауап қайырған еді. Гейдж Адамстың ащы жауабын алған кезде ашудан булыққаны соншалық жарлыққа қол қойды. Жарлықта: мен мәртебеліміздің атынан бүгіннен бастап қаруларын тастап, бейбіт өмірге қайта оралатын адамдардың барлығына кешірім жасаймын. Алайда бұл шешімнің істеген істері ақылға қонбайтын және шектен шыққан Самуэл Адамс пен Генриге еш қатысы жоқ. Олар тек өлімге ғана лайық деген бұйрық берілген. Жалпы тілмен айтар болсақ, Адамс пен Генри нысанаға ілікті. Губернатордың бұл жарлығы Адамс пен Генриді тағы бір көзсіз шешім шығаруға итермеледі. Олар құпия түрде өз жақтастарының басын қосты. Барлығы тегіс жиналып, орындарына жайғасқан соң, Адамс колонистер конгресін ұйымдастыру қажет екенін және осыған байланысты шешім қабылдамай, еш адам бұл бөлмеден аттап баспайтынын қадап айтты. Жағдай шиеленісе түсті. Кейбіреуі мұндай радикализмнің артында қалай боларын ойлап басы қатса, кейбірі патшаға қарсы қабылданған бұл шешім қаншалықты ақылға қонымды екенін ойлап әуре сарсаңға түсті. Бөлмеде қамалғандардың ішінде екеуі, яғни Адамс пен Генри ғана қорқыныштың не екенін білмеді. Осылардың ақыл кеңесі мен көрсеткен жолының арқасында басқалары корреспонденция комитетінің бастауымен 1774 жылдың 5 қыркүйегінде Филадельфия қаласында бірінші континенттік конгресс құру жөнінде ортақ шешімге келді. Бұл күнді есіңізде мәңгі сақтаңыз. Аталған күн 1776 жылдың 4 шілдесінен де маңызды. Егер континенттік конгресс құру жөнінде шешім қабылданбаған болса, тәуелсіздік декларациясына да қол қойылмаған болар еді. Жаңа конгрестің бірінші бас қосуының алдында елдің басқа бір бұрышында тағы бір көшбасшы, британдық Американың құқықтар жинағының шолуын жасап, әуре сарсаң болып жүрген еді. Бұл Вирджиния провинциясының тумасы Томас Джефферсон болатын. Оның лорд Данмор мен Вирджинияның патша өкілі қарым-қатынасының Генри мен Адамстың губернатормен қарым-қатынасынан еш айырмашылығы жоқ.
құқықтар жинағының шолуы басылып шыққан соң, көп уақыт өтпей-ақ Джефферсонға үкіметке қарсы жүргізген саясаты үшін жазаға тартылатындығы туралы айтылды. Төнген қауіпті сезіне отырып, Джефферсонның әріптестерінің бірі Патрик Генри қазіргі кезде классикаға айналып кеткен «Егер біздің ісіміз сатқындық болса, онда оның көкесін көрсетейік» деген қанатты сөзін ашық айтқан еді. Бұлар қолында билігі, қаруы, әскері, тіпті ақшасы болмаса да, колониялардың тағдырын ойлап, бірінші континенттік конгресстен бастап, арасында 2 жыл үзілістен кейін 1776 жылдың 7 маусымындағы ассамблея жиынына дейін бас көтерместен шешім қабылдап келді. Бұл жиында Ричард Генри Ли жиналған топқа төменде берілген сөздерді айтып, айды аспанға бір-ақ шығарды. Мырзалар, мен бұл біріккен колониялар шын мәнінде жеке, еркін, тәуелсіз болуы керек деп ойлаймын. Оларды британдық құрсаудан босату керек. Сөйтіп, колониялар мен Ұлыбритания арасындағы саяси байланыс өз күшін жоюы керек. Бұл ұсыныстан соң ұзақ уақытқа созылған қызу талқы болып, құрғақ әңгімеден Ли мырза жалға бастайды. Бірнеше күннен кейін оған тағы сөз кезегі берілгенде, ол саңқылдаған даусымен: «Басқарушы мырза, менің ұсынысым бірнеше күн бойы талқылануда, ал бұл ұсыныс біздің шешіміміз. Мырза, біз не себепті бұл шешімді қабылдауды кейінге шегеріп отырмыз? Не үшін біз осы шешімді қабылдаудан қорқуымыз қажет? Бұл керемет күн Америка Республикасының дүниеге келуіне мүмкіндік берсін. Адамдарды қырып, жерлерді жаулау үшін емес, бейбітшілік пен заң билігін қайтадан қалпына келтіру үшін мемлекет аяғынан нық тұруы керек» деп ойын анық білдірді. Бұл ұсынысқа жауап берерден бұрын Ли мырза туысқанының қатты сырқаттанып қалғанына байланысты Вирджинияға қайтып кетті. Алайда кетерден бұрын ол досы Томас Джефферсонға ісін тапсырып тұрып, одан жағымды өзгеріс болғанға дейін күресуін өтінген болатын. Ақыр соңында Конгресс төрағасы Хэнкок мырза Томас Джефферсонды тәуелсіз декларациясының жобасын дайындау жөніндегі комитеттің төрағасы етіп сайлады. Комитет бұл төлқұжатты дайындау үшін барын салды. Ал бұл құжаттың Конгресте қабылдануы және оған қол қою колониялар Ұлыбританиямен шайқаста жеңіліп қалған жағдайда өздеріне тілеп алған өлім жазасы болар еді. Аталмыш заң жобасы дайын болған кезде 28 маусым күні Конгресте оның алғашқы оқылымы болды. Бірнеше күн бойы талқыланудан өтіп, түзетулер енгізгеннен кейін декларация қабылданды. Ал 1776 жылдың 4 шілдесінде ассамблея алдында Томас Джефферсон адамзат тарихында алғаш рет қағаз бетіне түскен ең маңызды шешімдердің бірін еш қобалжымай оқып берді. Белгілі бір халық, екінші бір халықпен саяси байланыстарын тоқтату қажеттілігін сезінген шақта, жаратқан мен дүйім тіршілік заңдары алдында барлығының бірдей тең құқықты, егеменді ел екенін жариялағысы келді. Адамзат ой пікірлеріне деген құрмет бұл мемлекеттің не себепті осындай қадамға барғанын көпшілік алдында жария етуді талап етеді. Томас Джефферсон сөзін тамамдаған кезде декларация қабылданып, 56 адам бұл құжатқа қол қойды. Мөрлерін баса отырып, олар өз басын тәуекелге тікті. Осы шешімнің арқасында адамзатқа дербес шешім қабылдау құқығын сыйға тартқан жаңа ұлт дүниеге келді. Тәуелсіздік декларациясының қабылдануына әсер еткен барлық іс-оқиғаларды ой елегінен өткізіп, талдап көрсеңіз, сол кезде сіз бүгінгі күні ең қадірлі әрі мықты мемлекеттердің бірі 56 адамның жанын шүберекке түйе отырып қабылдаған берік шешімі арқасында дүниеге келгеніне көз жеткізесіз. Дәл осы шешім Вашингтон армиясының жеңуіне айтарлықтай септігін тигізді. Себебі бұл шешімнің рухы әрбір жауынгердің жүрегіне терең бойлап, жеңіліс деген сөзді місе тұтпайтындай жігеріп еді. Сондай-ақ, бір ұлтқа тәуелсіздік сыйлаған құдірет рухын әрбір адам өз жолын анықтауда берік ұстануы қажет екенінде естен шығармаңыз.
Бұл кітапта кеңінен сипатталған қағидалар осы құдіреттің құрамдас бөлігі ғана. Тәуелсіздік декларациясы туралы айтылған әңгімеден аталмыш қағиданың кемінде 6-ын мына жолдардан оңай ажыратуға болады. Олар ниет, шешім, сенім, табандылық, ұжымдық сана және ұйымдастырылған жоспар. Сана күші. Кітапта айтылатын негізгі философиямен таныса отырып, сіз аса құштарлықпен қаруланған ой заттанады деген ой түйетін боласыз. Біздің сөзіміздің шындыққа жанасатынын немесе жанаспайтынын дәлелдеу мақсатында сіздерді US Steel корпорациясының құрылу тарихымен таныстыруды жөн көрдік. Табысқа жету әдістемесінің құпиясын іздеу барысында жадыңызға бір нәрсені түйіңіз. Таңғажайып нәрселерді іздемеңіз, себебі олар жоқ. Алайда кез келген адам қол жеткізе алатын қағидаларды қолдануға сенімі мен батылы жететін жан үшін мәңгілік табиғат заңдары деген ұғым бар. Бұл заңдарды тәуелсіздікке жету жолында немесе дәулет жинау мақсатында еркін қолдана аласыз. Тез және нақты шешім шығара алатындар өздеріне не қажет екенін біледі және оған қол жеткізеді. Ондай көшбасшылар шешіміне сенімді, өз ісіне берік болады. Олардың көшбасшылық қасиетінің басты себебі де осы. Ісі мен сөзі бір жерден шығып, өзінің не қалайтындығын нақты білетін адамға бұл әлемнен сөз жоқ, орын табылады. Жігерсіздік, жасқаншақтық секілді әдеттер мен адам бойында жас кезінде пайда болады. Егер жас буын орта мектепте я колледжде жүргенде шағын, нақты мақсатсыз өткізер болса, кейін бұл тұрақты әдетке айналады. Шешім шығара алмау, мектеп бітіріп, өмірде өз жолын табу ісінде де көрініс алады. Мектеп бітірген жастар әдетте табыла кеткен жұмысты істеуге дайын тұрады. Ал ол негізінен жасқаншақ адамдарға тән. Күн көріс үшін ғана жұмыс істеп жүрген 100 адамның 98-інің мұндай жағдайға ұшырауының басты себебі шешім шығара алмай, не қалайтынын білмегендігінен болса керек. Табандылық әрқашан үлкен батылдықты қажет етеді. Айтып кеткеніміздей, тәуелсіздік декларациясына қол қойған 56 адам азаттық жолында өз жанында тәуекелге тікті. Белгілі бір жетістікті еңсерем деп, алдына нақты мақсат қойған адамның ақшаға қол жеткізері сөзсіз. Ол шешім шығарғаны үшін өмірін емес, экономикалық жағдайын бәйгеге тігеді. Жақсылықтың болатынына сенбейтін, жоспар құрып, оның орындалуын талап ете алмайтын адам қаржылай тәуелсіздікке, байлыққа жете алмайды. Ойға алған ісін орындап, қалаған мамандығын игере алмайды. Самуэл Адамс Американың тәуелсіз мемлекет болуын қалай тілесе, сіз де байлықты сондай қатты тілегенде ғана ойға алған дүниеңіз міндетті түрде орындалады. Есте сақтаңыз, жеңіліске ұшыраудың тағы бір себебі шешім қабылдау сәтінде сағызша созылып, нақты бір таңдау жасай алмау. Әр адамның сыйлауға тұрарлықтай өз ойы болады. Дегенмен, бұл олардың ойына міндетті түрде құлақ асу керек деген сөз емес. Түптеп келгенде, өз әлеміңіз, өз ойыңыздан құралады. 1976 жылы Филадельфиядағы сол бір қабылданған шешім өзіңізге деген сеніміңізді арттыратын болсын. Адам санасының құдіреті шексіз. Шешім қабылдаудағы сенімсіздік жас күніңізде пайда болатын дерт. Осы еріншектіктің түпкі себебін анықтап, өзге жандармен де бөлісуге тырысыңыз. Тарихтағы шешуші кезеңдерді талдап, ғибрат алуға тырысыңыз. Түйген ойларыңызды келешекте іске жаратуға ұмтылыңыз. Еркін болсам деген үлкен құштарлығыңыз азаттыққа жеткізеді. Ал байлыққа деген құштарлығыңыз байлыққа жеткізеді. Мықты адам күш-жігерді өз бойынан табады.